республикалық жас сарбаз қозғалысы ол әскери патриоттық қозғалыстың локомотиві болып саналады. Бүгінгі таңда қазіргі жас сарбаз қозғалысының қамтылған бала ол 241 мыңға жетеді. Бүгін жабылу салтанаты болып отыр. Гран-приден ұтып алғандарын әрбір жаңағы топтан шыққан үздік командалардың бәрі марапатталуы өтті. Бәрі сәтті. Ең маңыздысы айта кетерім, әрбір жыл өткізген сайын балалардың спорттық, әскери патриоттық спорт түрінен көрсеткен нәтижелері жылма-жыл жоғарылап келе жатыр. Әрқашанда бұны осы деңгейде тоқтатпаймыз. Республикалық ауқымға шығарып, халықаралық ауқымға шығарып, бұдан да үлкен жетістіктерге жетуге тырысып, еліміздің жас әскери патриоттарын тәрбиелеуден шаршамаймыз. Мен үздік жас сарбаз атанып отырмын. Бұл жеңісімді мен барша Абай облысына арнадым. Осы тұста бүкіл бізге көмек қолын созған адамдарға алғысымды айтып өткім келеді. Одан бөлек жалпы жарыс жайлы айтып өтсем, барша эмоцияларға бөліне білдік. Және өзі мен үздік жас сарбаз атанатынымды соңына дейін білмедім. Бірақ әрине осы үшін жұмыс жасадым. Ең соңында алған сәтімде эмоциямды өзіме ұстай алмадым. Ол мен үшін міндет, абырой, ерлік. Алла Өзбекстан!